Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен ең дәмді, қазіргі таңда хит болып жатқан ауызда еритін бәліштеріміздің бірі, яғни пирогымыз, восточный пирогты бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майды табағыма салып алдым. Оның үстінен құм шекерімді салып, шанышқымен жақсылап араластыратын боламыз. Сары майыңыз қаншалықты жұмсақ болса, сонша жақсы араласатын болады. Бір келкі етіп араласқан соң, үстінен бір жұмыртқаны салып жібердім. Тағы да барлығы бір келкі болғанша араластырамыз. Міне осылай бір келкі болғанша араластырдым. Енді мен ұнымызды, яғни осылай ситоға салып алдым. Ұнымызға бір шай қасық қопсытқышымызды салып, осылай араластырып жібердім. Енді ұнымызды сары май мен жұмыртқамыздың үстінен салып, қамырымызды илейтін боламыз. Мен ұнның бәрін салып жібердім. Енді жақсылап қамырымызды жұмсақ етіп илеп аламыз. Ұнды дәл өзінің мөлшері бойынша салыңыздар, аз да көп те болып қалмау қажет. Мен описанияда барлығын жазып қоятын боламын. Міне қамырым осылай жұмсақ болып иленді, бірақ қолға жабыспайды. Енді дайын болған қамырымызды қалыпқа салып алатын боламыз. Менде 24 сантиметрлік қалып, 26 сантиметрлік қалыппен, 22 сантиметрлік қалыппен жасасаңыздар да болады. Енді қамырымызды қалыпқа бір келкі етіп жайып шығамыз. Яғни қамырларымыздың кейбір жерлері жұқа, кейбір жерлері қалың болып қалмауы қажет. Солған жақсылап мән беріңіздер. Міне осылай қамырымды әдемілеп жайып алдым. Және шанышқымен орталарын тесіп алатын боламын. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Яғни салмамыз дәнді жаңағы мейвелермен де мен мейіз, асқабақтың дәнегі және жаңғақты алып алдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қатқан өрік, курага және басқа да дәндерді пайдалансаңыздар болады. Мен жаңғақты осылай пышақпен майдалап алдым. Қаласаңыздар блендермен майдаласаңыздар да болады. Ең алдымен осылай мейізімді салып шықтым. Яғни дәндеріміз барлық жерінен бір келкі болып, жаңағыдай себілуі қажет. Мен енді асқабақтың дәнегін осылай сеуіп шықтым. Үстінен жаңғағымыздың барлығын салып шығатын боламын. Дәндерді аз да көп те салсаңыздар, ол өз қалауларыңыз. Енді үстінен мен Трижеланияның сгущенкасын алдым. Яғни бір банка сгущенканы осылай құйып шығатын боламыз. Сгущенканы құйған соң қасықпен араластырып қоймаңыздар. Сгущенканың өзі араларына жаңағыдай әдемі сіңетін болады. Ең бастысы барлық жеріне бірдей етіп құйылуы қажет. Енді бәлішімізді 170-180 градуста 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Егер сіздердің пештеріңіз әсел пеш болатын болса, қатты қызитын болса, онда 170 градуста пісіріңіздер. Міне біздің бәлішіміз дайын болды достар. Мен енді осылай суығанша қойып қоятын боламын. Мен 1 сағаттай суытамын, яғни бөлме температурасында өзі суыды. Енді суыған соң бәлішімізді қалыптан осылай шығарып аламыз. Қараңыздар қандай әдемі болып пісті, ешқандай жері қызарып күймеген. Орталарда жаңағы сгущенкамызда әдемі болып сұйықта және қатты да болып қалған жоқ. Енді осылай суыған бәлішімізді кесіп дастарханымызға тартсақ болады. Достар, бұл бәлішті кез келген жиында дастарханыңызға тартсаңыз болады, яғни дастарханыңыздың сәнін келтіретін бәліштеріміздің бірі. Міне осылай мен кесіп алдым. Енді араларын сіздерге көрсететін боламын. Міне осылай бір келкі болып, әдемі болып пісті. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ дәл осындай әдемі, дәмді ауызда еритін бәліш болып шығады. Менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.